Сәлем достар, бүгін сіздерге өзім үнемі жасайтын пиццаның рецебімен бөлісетін боламын. Видеоны қарамастан менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Ол үшін ең алдымен шұңғыл ыдысқа 1 стакан жылы су құямыз. Одан соң 1 шай қасық ашытқы, 3 ас қасық ұн салып, жақсылап араластырамыз. Бетін жауып 10 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. 10 минуттан соң сұйықтығымыздың үстіне 1 шай қасық тұз, 3 ас қасық өсімдік майын қосып араластырамыз. Араластырған сұйықтығымыздың үстіне електен ұнды өткізіп салып, жақсылап қамыр елейміз. Осымен пиццамыздың тестасы дайын болды. Оның бетін салапан мешокпен жауып, жылы жерге 15-20 минутқа қойып қоямыз. Дайын болған қамырды 2 не 3 бөлікке бөлуге болады. Мен оны 2 бөлікке бөлдім. Бөлген қамырымызды жұқа етіп, оқтаудың көмегімен жаямыз. Жайған қамырымызды формаға пергамент қағазын төсеп саламыз. Мен қамырдың шетін видеодағыдай етіп бүгіп шықтым. Ол өзіңіздің қалауыңыз бойынша оны бүкпесе де болады. Енді дайын соусымызды қамырдың бетіне четканың көмегімен жағып шығамыз. Соусты майонез бен кетчупты араластырып дайындадым. Начинкасын өз қалауларыңыз бойынша жасауға болады. Бұл жерде мен тоңазытқышта бар заттарды, яғни ірімшік пен шұжықты пайдаландым. Дайын болған қамырымызды пеште 200 градуста 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Пиццамыз дайын болды. Пицца өте дәмді, жұмсақ болып шыққан. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Абайдың Айнұры. Келесі видеоларда кездескенше.